Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін интернетте хит болып жатқан гранат в шоколаде жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады екен. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Шоколад пен анардың үйлесімінен де айта алмаймын. Жасап көрсеңіздер, балаларыңыз қуанып қалатын болады. Ауызашардан кейін десертке берсеңіз тамаша кетеді. Ал менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Менде осындай 2 анар, Қазақстан шоколад. Осы анарларымызды жақсылап отырып тазалап алатын боламыз. Достар, қазақ контентінің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздердің қолдағандарыңыз мен үшін өте маңызды. Осылайынан анарларымызды тазалап алатын боламыз. Барлығын осылай жақсылап отырып тазалап алатын боламыз да. Мына жерде 1-2 нашар шықты. Енді анардың сезоны өткендіктен анарды байқап істетулеріңізді сұраймын. Осылайынан барлығын тазалап алатын боламыз. Менде бұл жерде 1 анарды істедім. Екінші анарыма шоколад жетпей қалды. Қазақстан шоколад менде. Қазақстан шоколадымызды тазалап, сыртын алып тастаймыз да, барлығын пакетке салатын боламыз. Кондитерлік қапшық осындай қапшыққа салып дайындап алатын боламыз. Осылайынан байлап, қайнап тұрған суымызға шоколадымызды ертіп алатын боламыз. Осылайынан басып, қозғап отырып ертіп аламыз. Ал енді осындай қағаздардың үстіне анарларымызды жайғастыратын боламыз. Барлығын осылай қойып алып, енді анармен толтыратын боламыз ішін. 1 келкі қылып, барлығына салып шығатын боламыз. Осылайынан салып шығып, енді жаңағы еріп тұрған шоколадымызды алып, үстінен құятын боламыз. Осылайынан барлық жеріне тигізіп, құйып шықсаңыздар болады. Барлығына бірдей қылып, осылайынан бір жеріне тигізіп құйып шықтым мен. Дәл осыны одан кейін 2 сағатқа холодильникке жібердім мен. 2 сағаттан кейін уже шоколадымыз қатады, алып жей берсеңіздер болады. Барлығының үстінен осылай құйып, енді бұны тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Мінекей, бізде осындай сұлулық шықты. Жасап көріңіздер, бізге ас болсын.